Сәлем, достар, бұл қызық фильм. Алдарыңызда «Без имени» фильміне қысқаша шолу. Каспер MC-13 бандасының мүшесі. Ол Гватемаламен шекаралас Мексиканың шағын Тапачула қаласында тұрады, және 12 жасар Бенитоны өз бандаларына тартуды көздейді. Әжесі немересін қылмыстық өмірден қалайда қорғауға тырысады, бірақ бала әйгілі банданың жергілікті басшысының алдына келуге мәжбүр болады. Әдеттегідей, оған MC-13-тің басқа мүшелері тарапынан жаппай соққыға жығылу арқылы инициациядан өту қажет. Жаза Лил Мага 13-ке дейін санағанша жалғасты. Соққыға жығылған бала жымиып жіберген үшін Смайлик деген лақап атқа ие болды. Гондурасты қыз Сайра туған қалашығын тастап, көп жыл бойы көрмеген әкесі және ағасымен бірге ақш-қа жетуді армандайды. Гүл сатушы Касперді жас досын қылмысқа итермелеген үшін айыптайды. Шағын гүл шоғын сатып алған Каспер сүйіктісі Марта тұратын бөлмеге кіріп кетті. Олардың не істеп жатқанын Бенито сыртынан байқап қалады. Қыз ренжулі, Каспер оны ешқайда шақырмайды. Олар тек осы жерде ғана кездеседі. Каспер баладан бүгін қайда болғандарын ешкімге айтпауды өтінді. Бұл туралы Лил Мага білмеу керек. Жас өспірімдер банданың жасырын орнына келді. Жаңа мүше топқа сіңісіп, басқа қатысушылармен танысуы керек. Үйлердің бірінде қару сақталған, бірақ оны пайдалану құқығына ие болу үшін алдымен сенімді ақтау қажет. Көп ұзамай Лил Мага қолында сәбиімен шығып, өз адамдарын торға қарай алып барды. Онда қарсылас банданың мүшесі қашпақ болып ұсталып, енді 18 бөлікке бөлінгелі жатыр. Бенитоға қолдан жасалған қару беріліп, тұтқынды өлтіру бұйырылды. Уәде етілгендей, бейшара жігіт бөлшектеліп, иттерге жем болады. Лил Мага балаға енді оның мыңдаған бауыры бар екенін, және қайда барса да оны қорғайтын біреу табылатынын айтады. Ал Касперге қатысты күдігі бар. Ол теміржол маңында күзетте болуы тиіс еді, бірақ ешкім оны сол жерде көрмеген. Дегенмен Каспер ешқайда кетпегенін айтады. Осы уақытта Сайраның отбасы 3 күндік азапты сапардан кейін Мексика мен Гватемала шекарасына жетеді. Шекарашылар барлық мигранттарды кішігірім бөлмеге кіргізіп, киімдерін шешіп, қалталарын босатуға мәжбүрлейді. Сайраның отбасы жолын жалғастыруға рұқсат алды да Тапачула вокзалына жетті. Олар пойыз вагондарының бірінде аялдады. Ағасы су сатып алуға кеткенде, әкесі Сайраға ақш шекарасына дейін кем дегенде тағы 2 апта жүру керектігін айтады. Мұндай сынақтан барлық мигранттардың тек жартысы ғана өте алады екен. Әкесінің басқа отбасы бар екені және Гондурасқа депортацияланғаннан кейін оларға қайта қосылғысы келетіні белгілі болады. Бірақ Сайра оны өзімен ала кеткен үшін алғыс білдіреді. Каспер қайтадан Мартаға жолықты. Ол екеуінің бір күні Техасқа қашып кетуді армандайды. Бірақ Марта Касперді қызғанады. Оған Каспер оны басқалардан жасырып, басқа қыздармен көңіл көтеріп жүр деп ойлай бастайды. Сөйтіп ол Лил Магадан кейінгі топтағы екінші адам, Сольдың көзіне түсіп қалады. Каспер оған Марта тек жай досым деп өтірік айтты. Бұл сөздерден кейін қыз одан бетер ренжіді. Вокзалға мигранттар күткен пойыз келді. Ол онсыз да лық толы еді. Қояндар тіпті пойыздың төбесіне де отырып алған. Соған қарамастан Сайра туыстарымен бірге пойызға мініп үлгерді. Басқа бір пойыз рельстен шығып кеткен екен. Көп адам қаза тапты, сондықтан олар бұл күні ешқайда кете алмайтын болды. Мигранттар жерге жатып түнеді, енді келесі пойызды күтуге мәжбүр. Лил Мага банданы зиратқа жинады. Ол Каспер мен Бенитоның оған өтірік айтқанын біліп, оларды жазалағысы келеді. Екеуі өз орындарын бақыламай, қарсылас топтың бір мүшесін жіберіп алған. Лил Мага олардың қайда кеткенін білгісі келді, бірақ Каспер тіс жармайды. Ашуланған Соль одан қаруын тартып алды. Бенито да үнсіз қалды. Осы кезде зиратқа Марта келе қалады. Ол Каспермен қарым-қатынасын жария еткісі келген еді. Лил Мага бірден оны тоқтатты. Ол Касперге қызды үйіне шығарып салуға тыйым салды, өйткені өзі алып баратынын айтады. Ал Каспер өтірігі үшін 13 секунд бойы таяқ жеуі керек болды. Дәл сондай жазаны кішкентай Бенито да көтеруге мәжбүр. Лил Мага алысқа кеткен жоқ. Көп ұзамай ол Каспердің оған Марта үшін өтірік айтқанын түсінеді. Сол сәтте ол қызға өзіне жақынырақ отыруды бұйырып, оған қол жүгірте бастады. Марта қатты қорқып кетті, бірақ тым кеш еді. Ол қарсылық көрсетіп қашпақ болады, бірақ Лил Мага оны теуіп жібереді. Қыз басын тасқа ұрып, жан тапсырды. Лил Мага Каспердің жанына салқын қанды түрде келіп, Марта енді жоқ. Өзіңе басқа қыз табарсың. Егер тағы бір рет маған өтірік айтсаң, өз қолыммен өлтіремін дейді. Мигранттар келесі пойызды күтіп, ақыры вагондардың үстіне мініп алады. Осы пойызға Лил Мага мен жас бандиттер де мініп алды. Күндіз қатты жаңбыр басталады. Мигранттар одан қорғануға тырысып жатса, бандиттер соңғы заттарын тартып алуға кірісті.
Бенитоға қолдан жасалған қару берілді, ал Касперге мачете түсті. Лилмага қаруын кезеп бар ақшаны беруді бұйырады. Олар Гондурастан келген отбасында тонайды. Сайраға Лилмага тап беріп, оны жерге құлатты. Мүмкін дәл сол сәтте Каспер Марта туралы ойлаған шығар, өйткені пойыз қозғала бастағанда ол мачетемен Лилмаганың мойнын ұрып жібереді. Ол лезде қансырап өлді, ал Каспер оның денесін пойыздан итеріп лақтырады. Содан кейін ол бала аман қалсын деп Бенитоға пойыздан секіруді бұйырады. Алайда мигранттар жас бандиттен қорқып, оны пойыздан лақтырып жібермек болады. Каспер түні бойы ұйықтамады, ақыры көзі ілініп кетті. Сол кезде бірнеше ер адам оған мачетемен тас алып жақындай түсті. Бірақ Сайра айқайлап жіберіп, оны құтқарып қалады. Ал бұл уақытта Лилмаганы бүкіл банда жоқтап жатты. Олар саусақтарымен мүйіз жасап, үнсіз жылайды. Бастықты өлтірген үшін енді бәрін Бенитоға төлеуге тура келеді. Қалайша оның қашқынды өлтіруге оғы болмады. Сол Бенитоны бандадан қуамын деп қорқытады. Өз адалдығын дәлелдеу үшін Бенито Касперді тауып өлтіруге жіберуін сұрайды. Сол оған оқ дәрісі бар тапанша беріп қашқынды іздеуге жібереді. Бірақ егер ол оны өлтірмесе, Бенито қайтып оралмағаны дұрыс деп айтады. Кезекті аялдамада мигранттар лас бұлақтан су алды. Сол Касперге қорқыту хабарламасын жібереді. Осы кезде оған Сайра жақындап, есімін айтып тамақ береді. Қазірдің өзінде өмірдің ащысын татып үлгерген Бенито өз қатарластарына тапаншасын көрсетіп, досын өлтіру туралы тапсырмасымен мақтанады. Оны өлтір, бірақ абай бол деп кішкентайлар оған кеңес береді. Каспер аздап ұйықтауға бел буып, пойыздан құлап кетпеу үшін өзін вагонға байлады. Таңертең ол телефонын лақтырып жібереді. Пойыз соңғы станцияға жетті. Вокзалда мигранттар жуынуға кірісіп, өздерін ретке келтірді. Әйелдер тамақ әзірледі, ал ерлер туған туыстарына қоңырау шалу үшін кезекке тұрды. Сайра Каспер тығылған шағын үйге келеді. Ол әрі қарай не істейтінін білмейді. Сайра оған тамақ әкелуге уәде береді. Ал әкесі қызынан бандиттен аулақ жүруді сұрайды. Оларды әлі ұзақ жол күтіп тұр, және ештеңе олардың қозғалысын тоқтатпау керек. Бенито бір қалаға тоқтап, дереу өз адамдарын тапты. Олар Тапачулада не болғанын біліп, жас бауырларына тамақ пен баспана ұсынды. Сайра Касперге олармен бірге Нью-Джерсиге баруды ұсынады. Бірақ жігіт оны ерте ме, кеш пе ұсталып алатынына алаңдайды. Бригада мұндайды кешірмейді, және ол дұрыс ойлайды. МС-13 мүшелері вокзалдың түкпір-түкпірін шарлап, тұрғындардан көз жасы бейнеленген татуировкасы бар жігітті көрдіңдер ме деп сұрастырады. Бір қаңғыбас қашқынның қай бағытқа кеткенін көрсетіп береді. Каспер Сайрамен жақындасып, оның отбасымен бірге жүре бастады. Қайырымды адамдар мигранттарға жеміс-жидек лақтырады. Бір станцияда Каспер бәріне пойыздан түсуге кеңес берді, өйткені мұнда иммиграциялық полиция қатаң жұмыс істеп тұр. Олар оны тыңдап пойыздан секіріп жүгіре бастады. Осы кезде бандиттер де келіп қалады. Оларды көрген Каспер қашып қоймаға жасырынады. Банданың басшысы мен Бенито қателесіп басқа топтың аумағына кіріп кетті. Олар оқ астында қалады. МС-13 мүшелерінің бірі Касперді табуына жақын қалады, бірақ атысқа алаңдап кетеді. Басшысы әрең қашып құтылды, сөйтіп Касперден айырылып қалады. Жігіт пойызға қайта оралуға мүмкіндік тапты. Гондурастық отбасы оны толық қабылдады, бірақ Каспер оларға қауіп төндіргісі келмей, олар ұйықтап жатқанда пойыздан секіреді. Сол кезде ол Сайраның да артынан ергенін көрді. Қайтып оралу тым кешеді, пойыз жүріп кетті. Каспер оның мұны не үшін жасағанын түсіне алмайды. Ол бәрібір өлік сияқты, бірақ енді қызда үлкен қауіптің астында алды. Бауырлары оянып, Сайраның қашып кеткенін түсінді. Каспердің бұл қалада таныс Тоня атты бір бандит әйелі бар. Тоня жігіттің қызға жай ғана көмектескісі келетініне, және одан ештеңе күтпейтініне таңғалады. Сондай-ақ оның болашағының қараңғы екенін ескертеді. Оған МС-13 жігіттері әлдеқашан келіп кеткен. Каспер Тоняның өзін сатпайтынына үміттенеді. Сайраның ағасы қыздың бүкіл балалық шағын бірге өткізеді, және оны станцияда күтіп алғысы келеді, бірақ бауыры олар әрі қарай жылжуы керек екенін айтып сендіреді. Әйтпесе олардың жолы болмайды. Тоня жастарға елдің солтүстігіне жетуге көмектесті. Бандиттер қабырғаға Каспердің жазадан құтыла алмайтындығы туралы граффити қалдырып үлгерген. Ол дос қызымен автовозға мінгенде Тоня сойылға қоңырау шалады.
Қызы оның жанында болудың қаншалықты қауіпті екенін түсіну үшін Каспер полициямен атыс кезінде немесе банданың ұрып соғуынан қалған тыртықтарын көрсете бастайды. Жақында оның сүйгені өлтірілді. Енді ол Сайраның өмірін де құртып жіберуі мүмкін. ақш шекарасына жақындағанда мектеп оқушылары гондурастық мигранттарды таспен атқылайды. Олар шетелдіктерден үйлеріне қайтуды талап етті. Каспер қайта фотоаппараттағы марта түскен видеоны қарай береді. Ол көз жасы салынған татуировкасын тырнап өшіреді. Автобусты тексеру бекетінде әскерилер жүреді, бірақ заңсыз мигранттарды таппайды. Сайраның жақындарын иммиграциялық полиция қуып жетті. Әкесі қашып кетуге тырысты, бірақ вагондардың арасына құлап, пойыз астында жан тапсырады. Тония досын сатып кетті, сондықтан бандиттер Касперді қоқыс алаңында күтіп тұрады. Алайда Каспердің жолы болады. Ол және Сайра автобустан ертерек секіріп, мигранттарға арналған түнеуханаға барып, алғаш рет жуынып алады. Түнеуханада біреу Касперді шетке шығарып, мұнда ондай адамдарды көргісі келмейтінін айтады. Төбелес басталып кетті. Жігітті пойызда отбасымен бірге жүрген бір ер адам арашалап қалады. Ол Сайраға оның ағасы депортацияланғанын, ал әкесінің қаза тапқанын жеткізеді. Қыз жылап қашып кетті. 3 күннен кейін олар сапарын жалғастырады. Каспер олардың қолынан келетініне сеніп, серігімен бірге Нью-Джерсиге баруға келіседі. Олар мигранттарды өзеннен өткізіп жүрген бір ер адамды табады. Бірақ ол бірден тек бір адамды ғана өткізе алатын еді. Каспер келісіп, оған фотоаппаратын береді. Бірінші болып Сайра өтеді. Өзеннің ортасына келгенде, ол бұталардың арасынан шыққан бандиттердің Касперге оқ жаудырғанын көреді. Жігіт қашуға тырысты, бірақ алдынан Бенито кездеседі. Бала оған тапаншасын кезеп, бригада мәңгі деп соққанды түрде атып тастайды. Мс-13 мүшелері оның денесін жан-жақтан оқпен жаудырады. Бұл оқиғаның бәрі Сайраның көз алдында болады. Әзер дегенде ол арғы жағаға жетті, ал бандиттер істеген істерін аяқтаған соң оқиға орнынан кетеді. Ағасы ақшқа жетуге үмітін үзбейді. Бұл жолы ол қайықпен өтпек болады. Ал Бенито банданың толыққанды мүшесі ретінде өзіне татуировка жасатты. Сайра Америкаға жеткен соң жақын маңдағы таксофонға барып, әкесінің екінші әйеліне қоңырау шалады. Одан көмек сұраймын деген үмітпен. Осылайша фильм аяқталады. Аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып хабарландыруды қосыңыздар. Келесі кездескенше.